Давин, мен сіздерге бір нәрсе айтамын. Өте кең таралған ауру туралы өмірге қауіп төндіретін, егер тиісті емделмесе, науқасқа айтарлықтай неврологиялық мүгедектік тудырады. Бұл ми инсульта немесе церебральды инсульт. Күнделікті тілде біз лаква сөзін қолданамыз. Бастапқыда ми инсульта деген не? Ми инсульта бұл қанден қамтамасыз етудің кенеттен төмендеуі немесе мидағы кенеттен қан кету. Бұл дененің бір жартысының сау болуына әкеледі. Инсульт саласындағы соңғы жетістіктермен біз ұзақ жолдан өттік. Жедел ишемиялық инсульттерді емдеуде мен әрқашан айтқандай, уақыт ми және емдеуді кешіктіру, емдеуден бас тарту. Сондықтан, егер сізде бетіңіздің бір жағына ауытқу сияқты белгілер болса, дененің бір жартысының әлсіздігі, сөйлеудің бұзылуы, жүруде қиындықта болса, дереу медициналық көмекке жүгінуіміз керек. Өйткені бұл ми инсультінің басталу нүктесі болуы мүмкін. Егер сіз толық жабдықталған жедел инсультті емдеуге арналған орталыққа жетсеңіз, бізде тромболитикалық терапия деп аталатын қан ертетін терапия бар. Оны беруге болады. 4-5 сағатқа дейін емес, енді 24 сағатқа дейін бере аламыз. Біз Нью-Делидегі Индрапрастха Поло ауруханасында жедел жәрдеммен бастап бөлімшеге дейін сізге әлемдік деңгейдегі инсульт күтімін көрсетуге толық дайынбыз. Менің сөзімнің екінші бөлігі мен қозғағым келетін инсульттің алдын алу туралы. Менің айтқым келетіні инсульт емделеді және инсульттің алдын алуға болады. Инсульт деп қандай өзгертуге болатын қауіп факторлары бар? Қан диабеті, гипертензия, гиперхолестеринемия, отырықшы өмір салты. Егер сіз осы факторларды қадағаласаңыз, науқастардың 70-80-ында инсультпен алдын алуға болады. Сондықтан түсініңіздер, инсульт бұл шұғыл жағдай, оның алдын алуға және емдеуге болады.